Ассалаумағалейкум. Бүгін біз WhatsApp-та өзімізге керекті хаттарды қалай өшірмей сақтап қалуға болады. WhatsApp-та қандай тетіктер арқылы жақсы тазалауға болады, соны үйретеміз. Ол үшін WhatsApp-қа кіреміз. Мысалға, мына группада осы группаны ғана тазартпақшы болсақ, біз осының қолыңыздың оң жағына қарасаңыз, бір үш төшкі бар. Үш төшкіні басамыз. Бұл жерде толығырақ дегенді басамыз. Сосын шатты тазарту дегенді басамыз. Міне осы шаттағы хаттар тазартасыз ба? Файлы телефоннан жою керек дейді. Бұған тура белгі қойсаңыз, телефоныңызға сақталып қалған осы топтың файлдарын бірақ жояды. Тазартуды басамыз. Міне тазаланды. Ал енді мен тағы бір жайтты ескертейін. Мұндай бір астау сататын группаға кірдім. Мына астау маған ұнады. Мен бүкіл группаларды тазартуым керек. Бірақ мына фотоны алып қалу керек маған. Оны қалай істейміз? Ол үшін төбесін басамыз. Және де осы үш сызықшаны басамыз. Бұл жерде белгілеу деген бар. Соны басамыз. Белгіленген кейін мына жерде 13-15-тің тұсына қарасаңыз бір жұлдызша белгі қойылды. Бұл деген белгіленді деген сөз. Міне белгіленбесе жұлдызша белгі жоқ. Енді осы топты тазартып көрейік біз. Үш нүктені басамыз. Толығырақ дегенді басамыз. Шатты тазартуды басамыз. Мына жерде мындай ескертулер шығады. Тура белгі қоямыз, файлды телефоннан жою дегенді. Барлық хаттар тазарту дейді. Бұны басып жіберсек, біз белгіленген хаттарымызды да жойып тастайды. Біз қайсыны басуымыз керек? Бұнда ең астындағы белгіленбеген хаттар тазарту дейді. Соны басамыз. Белгіленбеген хаттар тазарту. Нәтижесін көрейік. Бастық міне. Жәнегі басқасын жауып өтті да, жаңағы біз белгіленген фотоны алып қалды. Енді қарасаңыздар, менде осы құршақ қанша SMS келіп тұр көрейік. 515 SMS келіп тұр. Бұның барлығы маған тазарту керек. Бұнда керек нәрселерді мен алып қалам әрдайым. Мысалы, менің мына группамда өзімнің тарқататын жарнамаларды алып қалу керек. Бұларда міне жұлдызша белгі қойылу тұр мынада. Міне қарасаңыз жұлдызша белгі тұр. Мына фотоларға да солай, 10-20 фотоны солай жұлдызша белгі қойып алып қалуға болады. Міне көріп алдыңыздар, міне орыс тілі тегін үйрену бірінші группасы. Қарасаңыздар, ішінде көп нәрселер тұр. Қазір мен осы бүкіл WhatsApp-ты тазартамын. Бір тетікпен WhatsApp-ты тазартамын. Ол үшін біз WhatsApp-тың оң жағындағы үш сызықшаға кіреміз. Бұл жерде баптаулар дегенге кіреміз. Оның ішінде шаттар дегенді басамыз. Кірдік. Кіргеннен кейін осының шат баптауларының ішінде шат тарихы деген бар. Соны басамыз. Сосын мына жерде шатты экспорттау дейді. Бұны басып жерсек, шатты бүкіл сөйлескен естелігімізді басқа бір құрылғыға экспорттауға болады. Барлық шаттарды мұрағаттау дейді. Бұл копиясын жасау. Барлық шаттарды тазарту дейді. Бізге керекті осы. Барлық шаттарды тазартуды басамыз. Бұның ішінде міне телефонымызға артық орнап алған фотолар, видеолардың бәрін жою үшін біз файлды телефоннан жою дегенге тура белгі қоямыз. Мына жерде енді мына үш тетіктің арасынан біз барлық хаттар тазарту дегенді басып жерсек, бүкіл бәрін жойып жібереді. Біздің белгілеп қойған хаттар бар ғой, оны сақтап қалу үшін біз белгіленбеген хаттар тазарту деген үшіншісін басамыз. Қазір нәтижесін көрейік. Бастық міне. Не тазартып жатыр? Бас жағынан көрейік. 2000 қанша SMS, 3000 қанша. Мына жақта міне жалпы жиынын көрсетіп тұр. 65%, 70%, 3086 хат бар екен. Бәрін тазартты. Енді қарайық, WhatsApp тап-таза болды. Бұл таза болса, телефоныңыз жеңілдейді. Міне қараңыздар, және SMS-терден бірде-біреу жоқ. Жаңа мен сақтап қалғандарды көрейін. Міне сақтап қалғандарым тап-таза тұр, басқа сөз жоқ.
және астау сататын жерде көрейік. Ода да астауым тұр міне. Өте ыңғайлы. Бұл функция маған ұнайды. Сондықтан сіздерге үйретіп отырмын. Сіздермен болған Талғамсыз каналы. Әрдайым бізді қолдаңыздар. Бізді қолдасаңыздар, біз сіздерді қолдаймыз. Лайк көп болса, жазылу көп болса, біздің видео көп болады. Біздің видео сізге білім әкелетін видеолар. Сондықтан бір-бірімізді қолдап жүрейік. Сау болыңыздар.